Дүние осылай астан кестең болғалы тұр. Біздің парақор ұрығары қарақшыларға да бұл жақсы орай. Соғыс болды, ойбай, мына халық от қоранып жатқанда қайтеді. Бітті, оларда қашатын жеріне барып, жаңағы қазір жалдамалы әскер дейтін әскер пайда болды. Әр елде сатып аласың. Кәдімгі сервис контрактына отырасың, тіпті мемлекет қорғаныс армиясының жалдамалы сервис жасайтын күштерін құрып қойды. Барады, бір аралды сатып алады, жатады, сонымен болды. 30 күнде 30 тоқал, 30 қатын алып, ауыстырып, рақаттадып, телевизордан көріп, қарқ көріп, ал енді пикетке шық, ал енді митингіде, ал енді жаңағы баяғыда бізді өстіп миымызды ашып соғысып жатыңдар қазақтар деп тырық көріп, біздің ұры-қары қарақшы, тіпті анау облыс әкімінен аудан әкіміне дейін бәрі сол шетелге тығатын ақшасын тығып, алатын үйін алып, яхтасын алып, ракетасына дейін, керектесін ұшақ зымырандарына дейін алып болып, жаңағы жалдамалы әскерін беріп, Тынық мұхит пен Атлант мұхит па жоқ, Еуропада аралдарында тоқалдарын құшақтап жатқанда қарапайым халық сен жаңа қалаулайлем деп 30 жыл бойы аңыраған әншілер мен күйшілерге алданып, сол байдан типті, ойбай байға ажырапты, байынан ажырасыпты, тағы байға типті деп, өңкей өсек тыңдап, ана молдалардың миымызды аштатын қалал өсегін тыңдап, жаңағы ашамайды битіп жуасың, саусақты битіп қозғайсың, анау пәленше кәпір түгенше тозаққа анау адасқан, жаңағы фатиха ықыластан кейін әминді іштен айтпасаң кәпір болып кетесің деп 30 жыл миымызды шіртеп жүргенде, біз соған алданып, бүкіл бәріміз аңыраған әнші немесе діни фанат болып дінді қуып жүргенде, енді төбемізден от жауып, жеріміз, отанымыз ойран болып, ұрғарлар орайдан пайдаланып қашып, жарты жеріңді орыс, жарты жеріңді Қытай, қалған жеріңді сол парсы, жаңа ауған пүштін алу мүмкін. Ауған деген халық өзі парсы. Олар мына тәжікпен тіл аудармасыз табысады. Ол мына Иранмен аудармашысыз табысады. Олар ешқашан уақап емес. Мына біреулер айтады, ойбай тәліптер уақап дейді. Мына діни сауатты көтеріңіздер. Уақабизм, сәләфизм мен ауғанның қатысы жоқ. Олар кәдімгі Орта Азияның сүнниттер. Мына біздің молдалар айтқандай, мына кіндіктің үстіне не кіндіктен төмен қойып оқитындар, мына кеудесіне битіп емес, бұлай оқитындар. Ал енді сол ойбай деп 30 жыл уақабистерді, сәләпиттерді жауғып, біздегі мұсылмандар анау деп бір-бірін қалал өсек айтып, сол қалал өсекпен халықтың миын аштып, мына өмірден әділеттік таба алмаған, шындық таба алмаған, не жұмыс жоқ халық әбден қайтты, содан діни фанатизмге бет бұрып кетті. Анау ана сектаға кіріп кетті, мына сектаға кіріп кетті. Мешітке барсаң, молдалар қалал өсек айтып, миыңды аштады, жаңа тоқал алу туралы әңгіме айтады. Анау о дүниеде беретін Құдайдың қор қыздарының санын санап, жындығып жіберді ғой, бізді. Миымызды әбден улады. Біз не байпақ, не дамбал өндіретін өндірісіміз жоқ. Бізді өстіп құртып болды. Енді ұрығарлар халықты отқа орайтты. Ал енді қазақтар, өзбектер, қырғыздар, тәжіктер соғысыңдар, қырылыңдар дейді, өздері қашып кетеді. Сонымен біз отырып төбелескеннің көкесі сонда болады. Соғыстың көкесі сонда болады. Ал ұйықта қалқым, ал ән айтыңдар, ал ақын айтыстарыңды тыңдаңдар. Енді ауғандар кесе Бекболатқа қарғатамыз ба ауғандарды? Бекболатқа қарғатамыз ба енді? Сол ауғандар Бекболат қарғаса қорқып қашып кетті ме екен? Міне. Бітті енді, ана ақындарды жібереміз ба? 30 жылы құрметті елбасы деп қат жазатын, құрметті, аса құрметті елбасы, аса құрметті президент деп қат жазатын біздің интеллигенциялылар жаңағы, олар естімей қапты, олар құлағы таскерен көз, жаңағы көр соқыр, солар жаңағы естімей қапты деп сөйтіп солар қат жазады. Сол интеллигенциялылар соның аса құрметті елбасы, аса құрметті президент деп мына мәселе битіп жатыр деп қат жазған оқығанда мен мырс етіп күлетінмін. Ол енді былай енді, аса құрметті қасқырлар бүгіннен бастап қой жеуді доғарыңыздар, аса құрметті көртұшқандар бүгіннен бастап мына дәнді дақылдарды індеріңе тасығанды доғарыңдар деген сияқты әңгімеде көртұшқан бидай мен жүгеріні ұрдап тасып ініне тыққанды қоймайды. Қасқыр ешқашан қойға шапқанын қоймайды. Оны қасқырды қойға шабудан сақтану үшін күшің болу керек, қораң болу керек, сақ күзетшің болу керек. Көртұшқанды дәнді дақылыңды көртұшқан ініне тасып кетпеу үшін астығыңды қамбаңды мықтауың керек, өзің пысық болу керексің. Ал өзің отырдың ән айтып, аңырап, жаңағы ақын, жазушы, әнші, күйші, өңкей ырбақай, тырбақай, әртіске алданып, одан дінге кіргенің ана қалал өсекке алданып, біріңді бірің жамандап, қалың қалал өсекші отырдың. Ал енді іргеңнен жау келді, енді не болады екесіңдер енді.
Аққа жақ бол деді, бола алмадыңдар. Өңкей парақор бәлеқорға қарсы тұра алмадыңдар. Bir парақор бәлеқор bir жаңада мәнсапқа отырса, бүкіл журналист, бүкіл интеллигент, бүкіл зиялың әгіні құтты болсын деп сонымен түскен фотосын сала қояды. Жүректеріңде бір әділеттілік сезім болды ма? Bir әділеттілік, мен турашыл болайыншы, мына парақор менімен дос болғаннан не пайда, мынау жемқор менің нағашым болғаннан не пайда, мынау менімен бір курста оққаннан не пайда, бұлда парақор жемқор емес педі деген бір турашылдық сезімдерің болған жоқ. Қалың ел біріне бір пара беріп, бірін жалалап, қаралап, өсектеп жатқанда шоқ деп, немесе менімен не қатысы деп жаттың. Енді басыңа міне от жауғанда көресіңдер енді. Кім әділетшіл болмайды, кім ақиқатшыл болмайды, ол Құдайдың қарғысына қалады. Кім ақиқат үшін, шындық үшін күреспейді, Құдай оған жазасын жібереді. Ал бүкіл қоғам жезөкшелікке бет алып, Алматы мен Астана бүкіл облыс орталығында мыңдаған қыздар жезөкше болып тұрғанда көрмегенсіген, білмегенсіген имамдар, молдалар, аталмыш діни фанаттар, интеллигент зиялылар, атқа мінген ел бастаған жігіттер, бүкіл пара жайлаған кезде көрмегенсігендер, білмегенсігендер, бүкіл халықты біздің кітабымызда, дінімізде бүкіл қасиетті 4 кітапта қарам деген мүлде тиған өсім, яғни кредиттен тимай, көрмегенсіген, білмегенсіген бүкіл діндар, фанаттар, молда, имамдар, бүкіл қоғамда әділетсіздік жайлап, қазақтың миллиондаған жігіті нақақ жаламен, нақақ сотталып, тіпті тиісті жазасынан артық 2 есе 3 есе сотталып, түрмеге отырғанда көрмегенсі білмес, шүкірде, тәубәде, осыған қанағат қыл болды, бүгініңді ойла, ертеңіңді ойлама дегендер. Ал енді көріңдер. Енді сендер жауаптарыңды сол қанды қырғын соғыста отырып, бармақтарыңды қарш шайнап, құрш шайнап отырып, сол кезде ұлыңды да, қызыңды да сол жаңа діни фанаттар отқа орап, мына жағынан орысшыл топ, мына жағынан қытайшыл топ, мына жағынан діни топ, мына жағынан парсышыл, ауғаншыл топ, мына жағынан саудияшыл топ боп, быт-чыт боп қырылысқан кезде сонда көресіңдер. Бұның барлығы жоспар болуы мүмкін. Бұның барлығы себеп халық қазір оянды Орта Азияда. Қытайдан алған қарыздың есебін бер деді. Халық оянды, Қытайға жер сатпаймыз деді. Енді қайту керек? Жаңағы баяғы ауылда бір әзіл бар екен. Арақты көп қалды, әке қайтеміз деп айтады дейді. Жаңа той болған ғой ауылда, жоқшылық заманда Қытайда болған әңгіме ғой. Ол заманда енді той арақсыз өтпейді ғой. Бітті арақ бітіп қалса, елдер арақ әкелсекші, бір дұрыстап ішпеді ғой. Арақ дегенің енді табылмайды ол заманда. Атпен барып жаңағы көлік жалдап барып, бәленбай соғым беріп жүріп, жаңа 1-2 шише арақ алып келетін заман. Ол арақсыз той өткен деген енді сұмдық енді, ойбай енді. Сонда әкесі айтады дейді, артын төбелеске айналдырып, бытчып төбелес қыласаңдар депті. Сөйтіп ел тойдан тарайды депті. Болды енді, таң атқанға да аз қалды. Енді арақ жоқ, қайдан әкелем енді, көрші ауданға барам ба деген ғой. Онда қайтеміз, ойбай, мына ел арақ деп өлді ғой десе, артын төбелеске айналдырып жібер депті.